Сәлем достар, сіздермен бірге Дана Бурханова. Біз әлеуметтану туралы видео дәрістерімізді бастаймыз. Осы видеоны әрі қарай көрмей тұрып, әлеуметтану дегенді қалай түсінетіңізді жазып көріңіз. Бұрын бұл ғылым саласымен таныспаған болсаңыз да тырысып көріңіз. Жалпы белгілі бір тақырыппен таныспас бұрын ол туралы ойланып алу өте ұтымды әдіс. Енді қазір келесі екі сұрақты қою арқылы сіз берген анықтаманы әрі дамытып көріңіз. Әлеуметтанушылар нені зерттейді деп ойлайсыз? Сіздің ойыңызша әлеуметтанушылардың қоғамдық өмірдің аспектілері туралы түсінігі жалпы қоғамда қалыптасқан көзқарастардан өзгеше ме? Қазіргі заманауи әлемде өз бетінше ешкіммен араласпай өмір сүретін адамдар кемде-кем. Біз белгілі адамдар тобымен үнемі қарым-қатынасып отырамыз. Бұл біздің қоғам. Дәл осы топтар қоғамды құрайды. Ол бізге ықпал етеді және де біз оған ықпал етеміз. Сонымен әлеуметтану дегеніміз не? Әлеуметтану әлеуметтік топтарды, әлеуметтік өзара әрекеттесуді және қоғамды жүйелі түрде зерттейтін ғылым. Бұл адамзат қоғамы мен әлеуметтік өзара қарым-қатынастың ғылыми оқуы. Әлеуметтану адамның әлеуметтік қатынастары мен институттарын, отбасы, дін, білім, мәдениет және тағы басқаларын зерттейтін ғылым. Огюст Конт. Әлеуметтану тарихындағы алғашқы ірі тұлға француз философы Огюст Конт болды. Ол осы саланың негізін салушы болып саналады. 1839 жылы әлеуметтану терминін алғаш енгізгенде осы ғалым. Әлеуметтанудың негізгі мақсаты қоғамдағы қайталанатын заңдылықтарды зерттеу. Негізгі фокус жеке тұлға емес, топ. Біз өмір сүретін қоғам, бізге әсер ететін әлеуметтік процестер және біздің өмірімізді сипаттайтын өзара әрекеттесу туралы білген кезде ғана көрініс айқын бола бастайды. Әлеуметтанушылар жеке тұлғаны және мінез-құлықты зерттеуге қызығушылық танытады. Бірақ сонымен бірге адамдардың басқа адамдармен қарым-қатынасына да көңіл бөледі. Сондықтан қарым-қатынастар түсінігі әлеуметтануда ерекше маңызды. Жалпы әлеуметтану қарым-қатынастардың түр-түрлерін зерттейді. Мысалы, әртүрлі қоғамдар арасындағы, қоғамның әртүрлі бөліктер арасындағы және жеке адамдар мен қоғамдар арасындағы қатынастар. Шын мәнінде әлеуметтану ғылымының түрлі формаларға өзгеріп, бейімделе алатын әлеуметтік қарым-қатынасты зерттеуі, оны қамтитын тақырыптарының ауқымы өте кең екенін білдіреді. Ол тақырыптар индустрияландыру немесе жаһандану сияқты ұзақ уақыт бойы әлемнің көптеген бөліктеріне әсер ететін процестерден бастап, мектептер мен отбасылар сияқты белгілі бір әлеуметтік ұйымдарды немесе тіпті лифтіде әңгімелесіп жатқан екі адамға дейін қамти алады. Әлеуметтану, қылмыс пен дін, отбасы мен мемлекет, нәсіл мен әлеуметтік таптардың жіктелуі, ортақ мәдениет пен наным-сенімдер, әлеуметтік тұрақтылық пен бүкіл қоғамдағы түбегейлі өзгерістер сияқты барлық тақырыптарды қарастырады. Әлеуметтанушылар ретінде біз келесі сұрақтарға жауап бере аламыз. Біз еркінбіз бе, әлде көптің соңынан ереміз бе? Теңсіздіктің себебі неде? Қоғамды құратын адамдар мен институттар өзара қалай әрекеттеседі? Сіздің өміріңізге қандай факторлар әсер етеді? Мысалы, отбасы, этнос, әлеуметтік топ, дін, жыныс. Соғыстың себебі неде? Әлеуметтанудағы ең маңызды түсініктердің бірі социологиялық көзқарас. Үйреншікті дүниелерден таныс емес, өзге нәрселерді байқау, барлығын білемін деп ойлайтын нәрселерге қатысты сұрақтар қою. ақш-тың әйгілі әлеуметтанушысы Питер Бергер әлеуметтану өнерінің бір бөлігі таныс нәрсені бірінші мәрте көріп, естіп тұрғандай таң қаларлық дүниеге айналдыру деді. Бұл сіздің айналаңыздағы қалыпты деп қабылдап жүрген әлемді бейтаныс адамның немесе бөтен елдегі туристің көзімен көруге тырысуды білдіреді. Енді сіз де тырысып көріңіз. Жұмыс бабымен немесе демалысқа басқа елге барған болсаңыз, барлығы жаңа болып көрінген алғашқы 1-2 күніңізді еске түсіріңіз. Мысалы, үйлер, көшелер, адамдар және олардың өзін-өзі ұстауы өзгеше болатынын байқап, өзіңізге сол әдеттерді сіңіріп үлгердіңіз бе, есіңізге түсіріңіз. Таныс нәрселерді таң қаларлық ету сіздің таныс ортаңызға басқаша көзқараспен қарауға үйрену дегенді білдіреді. Өзіңізге жақсы таныс, мысалға жұмыс орны, мектеп немесе үй сияқты орындарды таңдап, басқа елден келген турист және мүлдем бұл қалада болмаған адамның кейпіне енуге тырысыңыз. Ойыңызға бірінші келген сұрақ қандай? Осы жаңа нәрселер арасында сізге қызық, ерекше, таң қаларлық, бір түрлі болып көрінген заттар бар ма? Сізге не ұнап, не ұнамады? Қорытындылай келе, шынайы өміріңізге оралғанда турист тәжірибесінен кейін үйреншікті нәрселерге басқаша қарай бастадыңыз ба? Әлеуметтанулық көзқарастың маңызды негізі адам мен қоғам бір-бірінен ажырамайтыны туралы концепт. Ол екеуін бөлек, бір-бірінсіз оқу мүмкін емес. Неміс әлеуметтанушысы Норберт Элиас жеке адамдардың мінез-құлықтарын және осы мінез-құлықтарды қалыптастыратын қоғамды бір уақытта талдау процесін фигуративтілік деп атады. Ол мұны бидің метафорасы арқылы суреттеген.
Бишелерсіз би бұл хореографтың қиялындағы қимыл туралы идея. Ал би болмаса олар жай еденде қозғалып жүрген бір топ адам болушы еді. Сол сияқты оны құратын адамдарсыз ешқандай қоғам болмаушы еді. Сонымен қатар өмір сүретін қоғамының ықпалына ұшырамайтын адам да жоқ. Әлеуметтану ізашары Чарльз Райт Миллс әлеуметтік қиял деген ұғымды ғылымға енгізді. Миллс әлеуметтік қиялды жеке адамдар өзінің және басқалардың өткен шағын тарихқа және әлеуметтік құрылымға қатысты қалай түсінетіне байланысты анықтайды. Әлеуметтік қиял біздің іс-әрекетті қалыптастыратын үлкен қоғамдағы күштер мен адамдардың жеке тәжірибелері арасындағы байланысты қарастырады. Сондай-ақ бұл адамның мінез-құлқының барлық түрлерін қарастыру және олардың арасында бұрын байқалмаған байланыстарды табу процесі. Жеке адамдар мен қоғамдарға және олардың өзара әрекеттесуіне осы тұрғыдан қарап, әлеуметтанушылар мінез-құлққа, көзқарастарға және мәдениетке не әсер ететінін анықтай алады. Әлеуметтанушылар өз көзқарастары мен алдын ала ойластырылған идеялары қорытындыларына әсерін тигізбеу үшін бұл процесте жүйелі және ғылыми әдістерді қолданады. Әлеуметтік қиял қоғамның барлық аспектілері мен жеке адамдар мен топтар арасындағы қарым-қатынасқа ерекше назар аударуға мүмкіндік береді. Ең бастысы, ол жеке тәжірибедегі заңдылықты көре білу. Біздің немесе достарымыздың жеке тәжірибесі болуы мүмкін, және аталған жеке тәжірибенің оны қалыптастыратын қоғамдағы үлкен процеспен байланысын анықтай аламыз. Біз оны осы мысал арқылы қарастырсақ болады. Мен отбасылық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған әйелді білемін. Мен отбасылық зорлық-зомбылық жасағандарды жазалау заңдары туралы хабарларды құлағым шалып тұрады. Мен отбасылық зорлық-зомбылықтың себептері туралы оқыдым. Мен тұрмыстық зорлық-зомбылық жасағандардың әлеуметтік сипаттамалары туралы зерттеу жүргіземін. Әлеуметтік қиял әлеуметтанудың басты бағыты. Ол өз өмірімізбен басқа адамдардың өмірін әлеуметтік құрылымның бір бөлігі ретінде көре білу қабілеті. Осы қиялды дамытқаннан кейін жеке мінез-құлық адамның жеке тұлғасына ғана байланысты емес екенін түсінеміз. Оның орнына біз әлеуметтік құрылымдардың адам мінез-құлқына қалай әсер ететінін қарастырамыз. Сол сияқты әлеуметтік проблемаларды шешу үшін жеке тұлғаларды ғана емес, әлеуметтік құрылымдарды да өзгерту керек екенін түсінеміз. Кедейлік, ажырасу және нәсілшілдік жеке адамдардың басындағы ауыртпалық болғанымен, бұл проблемаларды жеке адамдарға көмектесу арқылы түбегейлі жоюға немесе шешуге болмайды. Әлеуметтік қиял адам өмірінде кездесетін қиындықтарға басқаша қараудың және шешудің жаңа тәсілін ұсынады. Сонда біз барлығымыз әлеуметтанушымыз ба? Әлеуметтік әлем біз үшін тікелей қолжетімді және біз оны дүниеге келген кезден бастап зерттей бастаймыз. Бір жағынан біз бәріміз әлеуметтанушымыз, өйткені біз есейген кезде көпшілігіміз бір қатар әлеуметтік дағдыларды дамытып, айналамыздағы әлеуметтік әлем туралы терең білім алып үлгергендейміз. Біз әлеуметтік өмір, қоғам туралы ақпаратты тек өз тәжірибемізден емес, сонымен қатар газет, радио, теледидар және интернеттен біліп жатамыз. Сондай-ақ адамдарда қоғам, ондағы кемшіліктер, проблемаларды туғызатын жайттар және жағдайды жақсарту үшін не істеу керек екендігі туралы неше түрлі теориялар мен пікірлер бар. Біз бұны жалпы қоғамда қалыптасқан көзқарас немесе қоғамдық білім деп атаймыз. Сонымен, әлеуметтанушылардың қоғам туралы түсінігі қоғамда дұрыс деп қалыптасқан көзқарас түсінігінен өзгеше ме? Әлеуметтанушы сізге өзіңіз ізденіп біле алмайтын әлеуметтік өмір туралы жаңа бір нәрсе айта ала ма? Иә, себебі жалпы қоғамда қалыптасқан көзқарас әрқашан шынайы, өзекті және орынды бола бермейді. Әлеуметтану жалпы қоғамда қалыптасқан көзқарас туралы түсініктен ерекшеленеді, өйткені ол нақты әлеуметтік сұрақтарды қою, зерттеу жүргізу және әлеуметтанулық теорияларды қолдануды қамтиды. Әлеуметтануды оқу арқылы сіз әлеуметтік құрылымды және әлеуметтік стратификацияны сипаттауды және теңсіздік себептерін анықтауды, әлеуметтанулық зерттеудің, бағдарламаның, әдістердің негізгі сипаттамаларын және элементтерін анықтауды, экономикадағы, саясаттағы, мәдениеттегі, отбасы институтының дамуы, әлеуметтік стратификация және қоғам мобильділігіндегі әлеуметтік процестердің негізгі түсініктерін жіктеуді, әлеуметтік институттардың функцияларын талдауды, қоғам және оның құрылымы туралы ақпаратты түсінуді, әлеуметтанулық зерттеулер бағдарламасын жасауды, өзекті әлеуметтік мәселелерді таңдау, мақсаттар мен міндеттерді қою, іріктеуді үйренесіз. Ол өз кезегінде бізге жалпы қоғамда қалыптасқан көзқарас ақиқатын бағалауға және адамдарға қатысты қоғамда қалыптасқан көзқарас түсінігін қайта қарастыруға көмектеседі. Біздің өміріміздегі мүмкіндіктер мен шектеулерді көруге, мақсаттарымызға жету жолында әлем туралы көбірек білуге септігін тигізеді. Бізге қоғамның белсенді қатысушысы болуға мүмкіндік береді. Қоғамның қалай жұмыс істейтінін түсінген сайын біз белсенді азамат бола аламыз. Сонымен бірге бізге жан-жақты әлемде өмір сүруге көмектеседі.
Осылайша, әлеуметтану өмірдің әртүрлі сценарийлерінің, соның ішінде өзіміздің де салыстырмалы күшті және әлсіз тұстарымызды сыни тұрғыдан қарастыруға шақырады. Осы видеоны көргендеріңізге рахмет, каналымызға жазылыңыз, қоғамды бірге зерттейік.